Саран Зомбиленд, Түркістан Астерикс и Обеликс. Қазақстанның кез келген іргесінде миллионер из трущоб. Бозжыра, Звездные войны. Сіздер Мейрамгүл не айтып кетті деген шығарсыздар? Түсіндірейін. Біз кейбір локацияларды танымал Paramount Pictures, Walt Disney, Netflix сияқты кино өндірушілеріне жалға беріп, туризмді жаңа деңгейге шығара аламыз. Мәселен, кеңес заманынан қалып қойған ескі қала аймақтарында хардкор жанрындағы киноларды түсіруге болады. Әрине, жоғарыдағыларға мұндай жерлерді халықаралық дәрежеде көрсетуге ұят болатын шығар, бірақ кеудені қағуды қойып, коммерциялық пайданы ойлағанымыз дұрыс сияқты. Қайта ол ақшаға біз демалыс орындардағы инфрақұрылымды дамытпаймыз ба? Тарихи қорқынышты фильмдерді түсіру үшін арнайы қалашықты салатын елдер бар. Ал бізде ондай жерлер өкінішке қарай ма, қуанышқа орай ма екенін білмеймін, бірақ баршылық. Шетел сарапшылары Қазақстан туризм дамытуға мүмкіндік көп дейді. Сонымен тақырып туризм, осы индустрияда жетекші елдер Қазақстан туралы не айтты? Бізбен тікелей әуе байланыс орнатқысы келген қай мемлекет? Бұл шығарылым шынымен қызықты болайын деп тұр. Соңына дейін қараңыздар, осы видеоны барынша таратыңыздар. Айтпақшы, бұл тақырыпты біз Telegram каналымызда да кеңінен талқылаймыз. Мына QR-код арқылы өтсеңіздер, қызықты жаңалықтарға тап боласыздар. Мен сіздерді сол жерде күтемін, ал біз бастаймыз. Қазақстан туризмі неге дамымай жатыр, қашан дамиды, дамыту үшін не керек деген сұрақтар қисынсыз сияқты. Елімізде саланың қай түрі керемет дамып еді. Сол сияқты туризм елімізде тай-тай басып келе жатқан сала. 2017 жылдан бері ілгеріле бастаған индустрия 2 жылдан кейін аяғынан шалынады. Тоқырауға COVID-19 пандемиясы себеп. Содан бері еш жинай алмай келе жатырмыз. Айта берсең, жыры көп салаға үкімет тек Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінен кейін ғана ден қоя бастады. Тіпті жауапты министрліктің атауында да туризм сөзі пайда болып, бірінші болып жазыла бастады. Қазақстан Республикасының туризм және спорт вице-министрі Ержан Еркінбаев туризм саласын жаңа деңгейге шығару үшін алдымен ауыл аймақтардағы ішкі жүйені жақсарту керек дейді. Я бы хотел, чтобы Мен шалғай ауылдағы адамдардың басым бөлігі туризммен айналысқанын қалаймын. Ауылдарын тастап кетпей, мегаполиске базарда сатумен, таксиде жұмыс істеу үшін бармай, өз жерінде туризмді дамытса екен деймін. Агроауыл шаруашылық туризмі мысалы керемет емес пе? Қаншама адам өз ауылында жұмыс тауып, көршілес ауданнан адамдарды жұмысқа тарталады. Басқасы балсаса, таксистерге шоу жасап, біреулер өз тұлпарымен келіп, ат серуенін өткізсе қандай жақсы. Community based туризм Алматы немесе Астанада тұрмайтын Қазақстанның қарапайым халқы өзінің жерінде ақша жасап, осы саланы дамытса, менің арманым қалмас еді. Сонымен достар, егер сіздер Қазақстан сұлу табиғатымен, тау шаңғысымен ғана танымал десеңіздер, қателесесіздер. Өйткені бізде рафтинг, тікұшақпен, ұшақпен, парапланмен, дельтапланмен ұшу сияқты өте қызықты әрі экстремалды спорт түрлері бар. Сондықтан біздің елге келсеңіздер, уақыттарыңызды тиімді әрі қызықты өткізе аласыздар. Парапланеризм Алматыда белсенді демалыстың ең танымал түрлерінің бірі. Нұсқаушымен бірге ұшудың құны 30 мыңнан басталады. Біз 3200 метр биіктікте 15 минут ұштық. Ғажайып көріністі камераға түсірдік. Сондықтан 50 мың теңге төлеуімізге тура келді. Әрі тау шыңына фуникулермен мініп түсу үшін бір адам басына 6 мың теңге кетеді. Биіктікті бағындыру үшін ұлылық керек дейді. Мен осы сөзбен толықтай келісемін. С моим голосом, конечно, только стендапы и записывать.
Достар, қарғаларды ажал хабаршысы деп білеміз. Ал олардың шимпанзе, дельфиннен кейінгі ақылды құс екенін естіп пе едіңіздер? Қарғаның осы қасиетін Еуропа елдері іс жүзінде дәлелдеп жүр. Мәселен, Францияда қарғалар ұсақ қоқыс жинауға үйретілген. Ақылды құстарды елдің Пью-ди-Фу саябағында кездестіруге болады. Мұнда жылда 2 миллионнан астам, ал күн сайын 100-деген турист келеді. Осының арқасында Пью-ди-Фу саябағы Париждегі Диснейлендтен кейін халық көп баратын орынға айналды. Жалпы аумағы жағынан Қазақстаннан 5 есе кем Франция 10 жыл қатарынан туризм бойынша көш бастап тұр. Құпиясы неде? Қазақстан жайлы француздар не дейді? Әріптесім Джозеф Дюмес айтып береді. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Paris pour vous parler. Парижден баршаңызға сәлем. Франциядағы туризм туралы айту үшін әуелі сандарға үңілсек. Жыл сайын Францияға миллиондаған турист келеді. 2024 жылға қарай елге келушілер саны 100 миллионға жетеді деп күтілуде. 2023 жылы олардың нақты саны 98 миллион болды. Бұл 68 миллиард еуро табыс әкеліп, 2 миллион адамды жұмыспен қамтыды. Ал Францияның жалпы ішкі өнімнің көрсеткіші 8%-ға жетті. Бұл ел экономикасының туризмге тікелей тәуелді дегенді білдіреді. Одан басқа туристердің қонақ үйлерде шамамен 137 миллион рет түнеген. Туристердің дені еуропалықтар. Өкініштісі сол, саяхаттанушылар көп баратын ел терроризмге бейім. Оны сарапшы Ян Вернери де растады. Елде тарихи ескерткіштер жүйесі өте танымал. Бұл жылына бір рет Франциядағы Елисей сарайы, яғни президент резиденциясына дейінгі көне, маңызды нысандар туристерге есігін айқара ашады. 15 жыл қатарынан туристер арасындағы ең танымал елге келушілер арасында қазақстандықтар да бар. Бірақ олардың саны жылдан жылға азайып барады. Donc ce qui manque aujourd'hui au Kazakhstan, Мен Қазақстандағы туристік орындарды білмеймін. Каспий теңізіне жақын жерде мұнай өндірілетін Ақтау қаласы жайлы естідім. Маған Арал теңізі таныс, өйткені ондағы экологиялық апат жайлы бізге мектеп қабырғасында айтылған. Қазақстанда кең байтақ жері, керемет табиғаты, таулары бар деп естідім. Бұл әлемде барлық елге барған адамдар бар. Оларды қызықтыру керек. Мысалы, Намибияда туристер түнгі уақытта саяхаттайды. Небәрі $200 тұратын ранчоларға барады, шынайы өмір сүреді. Осы модельді бізде де қолданып жатырмыз. Яғни елдегі туризмді қыруар қаржыға жарнамаламай, қолда бар локацияларды, қызықты жерлерді дұрыс пайдалану керек деп ойлаймын. Ян Вернеридің айтып тұрғаны жайлау немесе ат туризмі, достар. Көшпелі өмір Қазақстан тарихының ажырамас бөлігі. Жығып тігу оңай әрі тез, ер тұрман, ағаштан жасалған ыдыс аяқ. Осының барлығы бізде бар, бірақ кеңінен пайдаланып жүрген жоқпыз. Мысалы, мына тұрған Қырғызстанда жайлау туризмі кеңінен тараған. Ол жаққа көрші ел түгілі Еуропадан туристер көп ағылады екен. Ол қалай жұмыс істейді? Туристік компаниялар жайлауда тұратын отбасымен келісіп, туристерді бірнеше күнге сол жаққа жібереді. Бастысы, жол жөндеп, инфрақұрылымды дамытудың қажеті жоқ. Киіз үй болса болды. Туристерге жатын орын мен өздеріңіз ішетін тағам болса болды. Әр адам табиғатқа жақын болғысы келеді. Өйткені жан тыныштығын дәл осы даладан алады. Бізде бір бағыт жоқ. Бұл сөзді Қазақ туризм ұлттық компаниясының басшысы айтты. Қырғызстан жайлау, Өзбекстан тарихи, мәдени, Грузия гастрономиялық туризм болып елге танылса, Қазақстан бағыты белгісіз дейді Қайрат Садуақасов. Әзірге бір туризм түрін аяғына нық тұрғызып алуымыз керек. Дегенмен ол уақыт пен қаражат еншісінде. сравнивать нас нужно не с регионами, а с нашими... Бізді аймақтармен емес, тікелей бәсекелестермен салыстыру керек. Мысалы, Әзербайжанға қарайықшы. Оларда туризмнің бөлек министрлігі бар. Олардың қарамағында біз сияқты Әзербайжан туризм бар. Әзербайжанда ұлттық тағам әзірлеу институты бар. Колледждер, 2 саябақ қорығы бар. ЮНЕСКО нысандары бар, тау шаңғы корттары бар. Яғни экотуризмді дамытуға арналған барлық мүмкіндіктер басқаруы оңай, бір ведомствоның қарамағында тұр. Бізде университет пен қазақ туризм бар. Бір кездері біз ұлттық паркын басқаруды алайық дегенбіз. Бірақ түрлі министрліктен келісім алайық дегенде қиындықтарға тап болдық. Әзербайжан туризмнің бюджеті
25 миллион доллар көлемінде. Біздегі ақша 1,5 миллиардтан миллионға ауыстырғанда 6 миллион доллар шамасында болады. Оның ішінде ұлттық компанияны ұстау, жалға алу құны. Кейде біз өткізген оқуларға шеберлік сыныптар бар. Осылайша туризм саласын дамытуға 700 миллион теңге қалады. Туризм саласындағы еліміздегі жалғыз ұлттық компанияға мардымсыз ақша бөлініп жатса, басқалардан не сұраймыз? Қазақ туризмге қарағанда қайта Алматы туризм бюро компаниясына жақсырақ көңіл бөлінеді. Мекеме басшысы Камила Лұқпанова ақсаңдап қалған саладағы проблемаларды кедергілер деп атауды жөн көреді. Оның сөзінше, оларды топ 5-ке бөлуге болады. Кадрлардың жетіспеушілігі, тікелей әуе кеңістіктің жоқтығы, бірыңғай бренд мәселесі, аудан не облыс әкімдіктерінің бірлесе жұмыс атқармауы және ең бастысы, үкіметтің осы салаға ден салмауы. Ақ жағалылар туризмнің болашағына сенсе, баяғыда-ақ көш басында тұратын едік дейді. Надо сравнивать там нас с Нью-Йорком. Қазақстанды ешкіммен салыстыруға болмайды. Нью-Йорк, Франциямен де. Біз өзімізге ұқсайтын посткеңестік елдерге қарауымыз керек. Соларға қарап, үйренуіміз, дамуымыз керек. Бірақ барлық мәселе біздің басшылықта. Олар бұл сала даму үшін барын салмайды. Грузия туризмнің маңызды сала екенін баяғыда-ақ түсінді. Ол жақта осы бағыттың дамуына, маркетинг, креативті индустрияға қыруар қаржы жұмсап жатыр. Әзірбайжан да қазір осы бағытты ұстанып жүр. Және өзіміздің бауырлас Өзбекстанда да туризмге мән беріліп жатқанын көріп отырмыз. Осы жақтың билігі туризм саласына басымдылық беріп отыр. Бізге де солай жасауға болар еді. Кадрларды тек шетелден ғана емес, өзіміздің жергілікті мамандарды тартуымыз керек ең біріншіден. Өйткені талантты жастар өзімізде де жетіп артылады. Қазақстанда іскерлік туризмді дамытуға бет бұру керек дейді Чехия сарапшысы Хелена Махуас. Ол үшін Астана мен Алматы таптырмас қалалар, яки халықаралық эксперттердің қатысуымен конференция, семинар, бизнес кездесулерді көптеп ұйымдастыру қажет. Қазір іскерлік туризм бойынша Сингапур елі көш бастап тұр. Бірақ Қазақстанның да бұл дәрежеге жетуіне әбден болады дейді Хелена Махуас. Тек қарым-қатынас тілін, яғни ағылшынды дамытып, туристерге қызмет көрсету сапасын жақсартып, шетел қонақтары қызығатын ерекше шараларды жиі өткізу керек. Мен Қазақстанда көп жыл тұрдым. Әрі осында бизнес туризмі саласында жұмыс істедім. Бұл елде барлығы бар. Сұлулық, мәдени мұра, бұл әсіресе еуропалықтар үшін жаңа нәрсе. 10-15 жылда елдің экономикалық көрсеткіші өсті. Мен Қазақстанға 2013 жылы келгенде туристік орындар туралы кез келген ақпаратты табу өте қиын болатын. Мүмкін емес десек те болды. Ал бүгін ақпаратты табу оңай. Бизнес туризмін дамыту үшін ғылыми жұмыс жасалуы керек. Яғни әрі қарай қай бағытты ұстанамыз, не жетіспейді деген сұрақтарға нық жауап болуы керек. Сонан соң жүйелі жұмыс жасалынады. Бастысы бұл мақсатты ел ішіндегі басқа қалалар, ауыл аймақтарда ұстануы керек. Бірлік қажет. Бүгін Қазақстанды көп елдерде біле бермейді. Көбі бара қоймайды. Бірақ 30 жыл бұрын Чехияда осындай жағдайда болған. Бара-бара көш түзеледі. Қазір Прага іскерлік туризм бойынша жыл сайын жақсы көрсеткіш көрсетіп келеді. Уақыт бір орында тұрған жоқ. Бәсекелестіктің артып жатқанын да есте шығармауымыз керек. Бәсекелестікті Түркияның өзі ақ жыл сайын тудырып келеді, елдегі жағажайлар еуропалықтардың сүйікті жеріне айналғалы қашан. Мемлекет экономикасының 70% дәл осы саладан келеді екен. Бірақ биылғы жылы бұл елдегі осы индустрия бәсеңдеп қалды. Өйткені елден барынша ресейліктер ығыстырылып жатыр. Тіпті елдегі ең танымал барлығы қамтылған, яғни ол инклюзив жүйесі Ресей азаматтары үшін алынып тасталады деген сыбыс бар. Түркиядағы қымбатшылыққа ресейліктер өткен жылдан бері шағымдана бастаған. Туристер әдемі жерлерге өз бетінше бару үшін көлікті 2023 жылы 25-30 доллар тұрса, қазір ол қызмет түрі $70 бағаланады. Бағаның шарықтауы күн сайын тіркеледі. Оны демалыс орындарының иелері инфляцияның өсуімен байланыстырады. Ол аздай. Кейбір туристік орталықтарда қызмет сапасының төмендеуі байқалады. Бұл туристерді басқа елге баруына әсер етеді. Бірақ қанша дегенмен Түркия отбасылы демалыс үшін таптырмас ел болып қала бермек.
Түрік тілі Түркияның мемлекеттік тілі. Бүгінде төрткүл дүниеде 80 миллион адам түркше сөйлейді. Қазақ тілінің де мемлекеттік мәртебесі бар. Десек те қазақша сөйлейтін адам саны 15 миллионға жуық. Ашы болса да шындық. Бұл тақырыпты бекерден қозғап жатқаным жоқ. Сарапшылар ойы, қазақ тілін шетелдіктер қызығушылық танытатын дәрежеге жеткізуге болады дегенге саяды. Мәселен, туристер Еуропа елдерін немесе ақшты ағылшын тілін меңгеру үшін таңдайды. Қай елге барсақ та осы шет тілдің көмегімен қарым-қатынас орната алатынымыз хақ. Осы сияқты қазақ тілін тым құрғанда түркі мемлекеттер деңгейінде үгіттесек, бәлкім елімізге қызығушылық артып, туризм дамып кетер. Әзірге қазақ тілін халықаралық аренада мойындатып жатқан әнші Димаш Құдайбергеннен басқа ешкім жоқ. Жүздеген жанкүйер Димашпен бірге қазақ тілінде ән шырқағанда қуаныштан көзге жас алатынымыз бар. Бірақ жалғыздың үні шыққанша қанша уақыт кетеді? Ұлыбритания туристер елге Гарри Поттер, Шерлок Холмс және басқа да танымал фильмдер түсірілген жерлерді аралау үшін келеді. Елдің әсіресе ішкі туризмнің көрсеткіштері жоғары. Ұлыбританияның құрылыс пен химиялық өндірісінен гөрі осы индустрияның даму қарқыны басым. Осыдан 2 жыл бұрын мұнда 21 миллионнан астам турист келіп, ел экономикасына 238 миллиард фунт стерлинг түскен. Бүгінде Лондон Еуропаның іскерлік, яғни іс-сапар туризмнің ірі орталығына айналған. Жыл сайын елде кем дегенде 10 миллион адамның қатысуымен 800 көрме өткізіледі. Британдықтар түрлі елдерге баруды ұнатады, бірақ олардың арасында Қазақстан өкінішке қарай жоқ. Соңғы жылдары Ұлыбританияда халықаралық туризмнің көрсеткіші күрт өсті. Былтырғы жылы шетелдік қонақтар саны 38 миллионға дейін өсті. Бұл көрсеткіш пандемияға дейінгі кезеңнен 7%-ға төмен. Елге Қазақстаннан да туристердің келуі біртіндеп арта бастады. Сарапшылар қазақстандық туризм инфрақұрылымының нашарлығынан әлемдік аренадағы ел беделі төмендеп кететінін айтады. Тікелей әуе байланыстың жоқтығы, бюрократиялық кедергілер тағы бар. Туризмнен түсетін кірістермен қатар, туристер санын көбейту үшін бұл салаға инвестициялар мен стратегиялық жоспарлау қажет дейді. Лондон мәдени және тарихи туризмнің әлемдік орталығы. Өткен жылы Ұлыбритания астанасына 20 миллионнан астам адам келді. Олардың көпшілігі Британ мұражайы, Лондон мұнарасы, Букингем сарайы және Вест-Энд театрлары сияқты көрікті жерлерге тартылды. Мәдени туризм фестивальдар мен іс-шаралар, соның ішінде Лондон кинофестивалі, фриз өнер жәрмеңкесі қала экономикасына айтарлықтай үлес қосады. Ұлыбританияға келетін қазақстандық туристер туралы деректер жоқ, бірақ олардың қызығушылығы айтарлықтай өскені анық. Қазақстандықтар әсіресе білім беру туризмі үшін көптеп келеді екен. Біздің клиенттеріміздің жасы әдетте 55 және одан жоғары. Біздің ең жақсы бағыттарымыз Жапония, ақш, Австралия, Үндістан, Канада және Бразилия. Біздің клиенттеріміз зейнеткерлер. Олар өмір бойы жұмыс істеді, балалары көшіп кетті және өмірден ләззат алғысы келеді. Қазақстан біздің клиенттеріміз үшін өте қызықты, өйткені қалаған нәрсені табуға болады. Бір бағыт бірнеше мемлекетті қамтитын сияқты. Бұл өте сүйкімді. Мысалы, мен көшпелі өмір салтының тарихына өте қызығамын. Менің ойымша, біздің клиенттерімізге керек осы. Біз ешқашан өз клиенттерімізді Қазақстанға жіберген емеспіз, бірақ жақын арада осымен айналысқымыз келеді. Қазақстан айтулы шаралардың арқасында танымал екенін баршамыз білеміз. Мысалы, 2010 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тарихи саммитіне 56 елдің басшылары мен ынтымақтастық бойынша 12 серіктес елдің өкілдері қатысты. 2011 жылғы қысқы Азияда ойындары 27 мемлекеттің спортшыларының басын қосты. Экспо 2017 халықаралық көрмесінің өзі 2 миллион адамды жинады. Таяуда өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына 600 мыңға жуық шетел азаматы келді. Қазақстанға алғаш рет келіп тұрмын, бірақ айтарым, бұл елдің туризм дамытуға барлық мүмкіндігі бар. Өйткені Қазақстан оның адамдары да сондай әдемі. Мен осы жерге тағы да келгім келеді. Мен Алматы, Шымкент, Маңғыстау туралы көп естідім. Астананың өзінде де әдемі жерлер бар деп ойлаймын.
Мен Инстаграмның көшпенділер ойыны туралы ақпаратты көріп, бірден Қазақстанға барам деп шештім. Маған өте қызықты бол. Бұл менің алғаш келуім. Маған қазір өткізіліп жатқан шаралар, қазақтың тағамы қатты ұнап жатыр. Мен өзім Үндістаннан келдім. Бізде де туризм жақсы дамыған. Әрине, бұл қуантпай қоймайды, бірақ аталмыш шараларға бөлінген қаражатқа қарап жаға ұстайтынымыз бар. Экранға назар аударайық. Ескеретін жайт, Экспо 2017-ге кеткен қаражат Париждегі Олимпиада ойындарына жұмсалған ақшадан 7 есе көп. Франция айтулы шараға 15 миллион халықты жинап, небәрі 11 миллиард евро кетірген. ақш-қа барғысы келетін туристер саны жыл сайын 20-25%-ға артады. Жылдың кез келген мезгілінде штаттарды аралап, елдің қай бұрышында болсын, керемет инфраструктураны байқауға болады. ақш-та туризмнің барлық түрлері — экскурсия, іскерлік, жағажай, шаңғы, экологиялық туризмі бірдей дамыған. Welcome to LA. The City of Angels, Los Angeles. ақш-тағы ауқымы жағынан екінші ірі мегаполиске арналған Лос-Анджелесте туристер жылдың кез келген мезгілінде келеді. Өйткені жазда да, қыста да ауа температурасы адамға жақпай қоймайды. Әрбір 6-шы тұрғын шығармашылықпен айналысады. Ал киноиндустриясының өкілдері одан да көп. Саяхатшылардың көбін мұражайлар мен көркем галерея қызықтырады. Мейрамханалар, жағажайлар, кафелердің алуан түрі бар. Әрине, осындай әдемі жерлерге бару үшін қалтаңызда тиісінше ақша болу керек. Сондай-ақ туристер түрлі көрмелерге арнайы келеді. Кампуста үлкен Корей қауымдастығы бар. Жыл бойы көптеген түрлі Корей іс-шаралары өтеді. Сондықтан біз олардың бір бөлігі болғымыз келеді. Туристерді Корей мәдениеті туралы білуге шақырамыз. Бұл өте қызықты. Менің ойымша, бұл өте керемет. Сіз бір елге келіп, екі ұлттың мәдениеті туралы біліп қайтасыз. Мұнда таңғажайып көшірмелерді, содан кейін кейбір ежелгі артефактілерді және сол сияқтыларды көруге болады. Қытай елге келетін туристер саны бойынша әлемде 4-ші орында, ал қытайлық туристер әлемдегі ең көп ақша жұмсайтын халық болып саналады. Саяхаттауға жылына 255 миллиард доллар кетеді. 2027 жылға қарай Қытайда әлем бойынша саяхаттайтын 64 миллион отбасы болады. Өйткені бұл елдің орташа жалақы көлемі жыл сайын өсіп келеді. Қызыл туризм елде кең тараған. Келушілер коммунистік партияның тарихымен байланысты жерлерге көптеп барады екен. Қазақстанға да бұл елдің халқы жиі келеді. Былтырғы жылы екі елдің арасында визасыз режим енгізілгелі Қазақстанға 126 мыңнан астам қытайлық турист келген. Бір қуантарлығы, бұған дейін келген саяхаттанушылар арасында достарын алып келгендер де бар. Біздің президентпен Қасым-Жомарт Тоқаев жақсы араласады. Сондықтан осы елдің тарихын, салт-дәстүрін білгім келеді. Қазақстан туралы көп естідім, бірақ осыншама әдемі деп ойлаған жоқпын. Бұрынғы жібек жолынан жүргіміз, көргіміз келеді. Әрі қарай Өзбекстанға да барамыз ғой. Осы екі мемлекеттің жібек жолын басып көргіміз келеді. Оның үстіне Қытай мен Қазақстан байланысы тығыз. Екі ел достастығының тарихы тереңде жатыр. Достар, сіздер бір елге сапар жоспарлағанда алдымен неге назар аударасыздар? Мысалы, мен үшін мемлекеттегі қызықты турлар емес, ол жаққа немен және қалай жете алатыным маңыздырақ, өйткені менің 3 балам бар, олардың қауіпсіздігін жоғары қойып, олардың ыңғайлы жетуіне алаңдаймын. Сондықтан ол жаққа 12 сағат бойы немесе одан да көп болмаса бір көрші ел арқылы ұшуды мен таңдамаймын. Ал сіздерше? Сұрап жатқаным, Қазақстанға келуге ниеттенген еуропалықтардың өзі билет алуға келгенде тікелей әуе рейстердің жоғын көріп, бұл райынан айнып қалады екен. Бірақ бұл басты проблемалардың бірі ғана. Қазақстан туризмін дамыту үшін бірнеше түйткілді шешіп алғанымыз жөн. Мәселен, бізден кейбір елдерге жету шынымен де қиын. Сол бір Парижге жету үшін Астанадан Өзбекстанға барып, сол жақта бір түн түнеп, көрші ел арқылы ғана ұшуға болады. Уақытты айтпағанда ақша шығыны да айтарлықтай. Қазақстаннан ұшатын халықаралық рейстер саны көп емес. Әлемдегі 193 елдің 31-не ғана тікелей ұшуға болады. Осындай көрсеткішке қарамастан, дүниежүзілік экономикалық форумның саяхат және туризмді дамытудың жаһандық индексінде былтырғы жылы еліміз 52-ші орынға ие болды. Бұл мақсатты ел үкіметі былтырғы жылы алдына қойған еді. Айтылды, жасалды.
туризмнен бір ғана адам пайда таппайды. Бір келген шетелдік туристтен асхананың иесі, жататын орынның иесі, таксист, автобус жүргізушісі, дүкендегі магазин, себебі ол келіп су алады деген сияқты. Сондықтан бір туристтен жалпы туристің жүріп өткен картасын сызып шығатын болсаңыз, 10-15 адам пайда табады. Ал мысалға оны біз ауылдық туризмге алып келетін болсаңыз, ойлаңызшы, мысалға ауылдағы құрт-май өтеді, ауылдағы қазы-қарта өтеді деген сияқты, мысалға тоқыма заттар өтуі мүмкін деген сияқты, бір ауылға ол қосымша валюта келуі ол тіпті керемет нәрсе емес пе? Халықаралық деңгейде біз туралы не айтылып жатқаны маңызды емес, бастысы олардың айтқанынан дұрыс шешім қабылдау. Бұл шығарылымды өз елімді даттап, болмаса жаманын жасырып, жақсысын асыру үшін жасаған жоқпыз, біз бейтараппыз. Жылдың басында Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі елдегі туризмнің дамуына сын айтқан президент сөзінің жаны бар. Әрекет ететін уақыт келген сияқты. Мысалы, басында айтқан ескі қала ауылдарды киноиндустрияның бір бөлігі ретінде қалыптастыру бір оқпен екі қоянды атумен бірдей. Неге? Біріншіден, қаймағы бұзылмаған қазақтың жерінде шетел режиссерлер туынды түсірсе, экономикаға оң әсер етері сөзсіз. Екіншіден, отандық кино өндірушілерін жаңа деңгейге шығарады. Шетел туристерді тарих, этника, көшпенділердің өмірі қатты қызықтырады. Келушілердің дені орталық Азиядағы 1-3 елді Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстанды аралауға көп ниет білдіреді. Ол түсінікті де, саяхаттанушылар ұлы жібек жолын тамашалағысы келеді. Жібек жолы визасын енгізу идеясы да айтылған, бірақ әзірге бұл сөз жүзінде ғана. Шынымен де 3 елдің интеграциясы жүзеге асса, түркі елдерінің арасындағы қарым-қатынас үшін жаңа дәуір басталады деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнамызға жазылып кетіңіздер.